Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube арнасы. Бүгін біз сіздермен дәл осындай ПП кекстер әзірлейтін боламыз. Құрамына керек заттар: банан, овсянка, сүт, бал, жұмыртқа және кез келген кептірілген жемістер қажет болады. Ең алдымен біз бір бананымызды алып, ыдысымызға салып аламыз да, оны шанышқының көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Яғни банан қосатын болсаңыздар, әрі тәттірек болады, әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Міне, бананымыз дайын болды. Дәл осылай езіліп шығу қажет. Енді оның үстіне осылай овсянкамызды қосып шығамыз және үстіне піскен сүтімізді аздап қосамыз. Барлығының құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын. Және 2 жұмыртқамызды да жарып аламыз және аздап бал қосамыз. Яғни қант қоспаймыз. Қанттың орнына бал немесе қант алмастырғышты қоссаңыздар болады. Енді осы массаның барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Байқасаңыздар, құрамына ешқандай ұн да қосылмайды, разрехитель, ешқандай қопсытқыш заттардың ешқайсысын қоспаймыз, ешқандай красителдер де жоқ. Барлығы табиғи, ешқандай семіртпейтін ПП заттардан жасалып тұр. Енді оны осылай кекстің қалыптарына барлығын біртіндеп орналастырып шығамыз. Овсянкамен негізі өте дәмді болады. Кез келген осылай кекс болсын, тіпті пирогтар да жасай берсеңіздер болады. Осылай овсянкамен бананнан. Міне барлығында орналастырып болдық. Енді оның үстіне осылай жаңғақтарымызды қойып шықтық. Сіздер жаңғақтың орнына кез келген жаңғақ түрін қолдансаңыздар болады, бірақ қатты көп қолданбаймыз, себебі жаңғақта біраз калория бар. Одан соң осылай мейіз қойып шықтым және бір қызыл өріктен қойып шықтым. Сіздер оның орнына кез келген кепкен жеміс түрін қолдансаңыздар болады. Міне дайын болды. Енді дайын болған кекстерімізді 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кекстарымыз дайын болды. Құрамының барлығы ПП табиғи заттардан жасалған өте пайдалы кекстарымызды жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде біздің Ақ Дастархан YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ас болсын сіздерге арықтаудағы ең керемет дәмді кекс.